この祭りは1年生が主体の祭りで、1年生の多くが主体となって、1年生の多くが宿舎に入るので宿舎祭と呼ばれています。で、みんなにはヤドカリ祭と言って親しまれています。Бүгінгі болып жатқан фестиваль негізі бірінші курстардың, яғни жаңа оқуға түскен балмұздақтардың студенттер жаңа бірінші курстар сабаққа үйреніп, студенттік өмірге үйренгеннен кейін осы фестивальді жасайды. Яғни одан сайын осы студенттік өмірдің жаңа рахатын көру үшін дейді ғой. Сіңісіп кету үшін, және өте күшті мына жақтың атмосферасы бәрі. Яғни бұл Ядокари сай дегеніміз ол студенттің жаңағы жатақханаға орналасуына байланысты ғой. Яғни жатақханада жаңа өмір бастап, жаңа жауапкершіліктер дегендей, өзіне тамақ жасау, студенттік өмірге үйрену деген сияқты. Яғни студенттік өмірі одан сайын қызық болу үшін, яғни универге түскеннен бастап осындай қызықты шаралар көп өтеді де, және осы бірінші сол шараның бастамасы, яғни новоселье деуге болады. Яғни бірінші курстар өздері тамақ жасап, оны сатып, түрлі жаңағы үйірмелер өз өнерлерін көрсетеді, және өте қызық, адамдар бір-бірімен танысады, түрлі үйірмелердің барын көреді. Өте күшті деп ойлаймын. Бізде Қазақстанда қанша түрлі университеттер бар, және жатақханаларда бар солармен қоса. Және осындай бір күшті фестивальдар өтіп тұрса, керемет болар еді деп ойлаймын. Және осының бәрін көріп, жапондармен тамсанамын, тамсанамын. Және бізде де осындай болса деген үміттемін. Және оның бәрі өзіміздің қолымызда. Және осындай сияқты фестивальдарды өздерімізде, өзіміздің инициативамызбен жасай бастасақ, ол бір жаңағыдай әдет, дәстүр болып қалыптасып кетеді. Және ол өте күшті, керемет деп ойлаймын.
もしもし、あのさ、今日の大会よかったら一緒に行かない？パート咲いて旬と散って夜に打ち上げられた恋花火、二人照らしながら広がるこぼれる日の子は切なさへと変わって私の胸つく染めました。芸術専門学校それでは委員長表彰を行いますので前お願いします。筑波大学祝賀祭実行委員会委員長小西コラ。ありがとうございました。さあ続きまして総合準優勝は生物資源学部。すごい。